Өте келеңсіз жағдай. Байқасаңыздар, алаяқтар әзірге айылын жимай тұр. Банкке немесе микроқаржы ұйымдарына қарсыз қарыздан қалмас үшін не істеу керек? Бұл үшін ерікті түрде несие алудан бас тартуға өтініш білдірсеңіз жеткілікті. Қарыз алудан ерікті түрде бас тарту қызметі еліміздегі қаржылық қылмыстардың санын азайту мақсатында іске қосылған. Бұл қызметке егов порталы немесе егов мобайл қосымшасы арқылы оңай қол жеткізе аласыз. Бүгінде аталған қызметті портал арқылы 1.200.000 мыңнан аса, ал егов мобайл қосымшасы арқылы 2.200.000 мыңнан аса адам іске қосқан. Барлық банктерге және микрофинанс организацияларда несиеден бас тарту өтініші болған кезде олар несие берілмейді. Алдында алған несиесі бола тұра өз еркінен несиеден бас тарта алады. Ол бұл жерде алаяқтардан бөлек адамның өзіне де ыңғайлы, артық несие алмайды. Және де егов мобайл, қателеспесем, бірінші болып тұрады. Ол жерде жаңағыда бас тарту өтінішін басқаннан кейін сіздің нақты түрде бүкіл кредиттен, микрофинанс организациялардан бас тарта аласыз несие алудан. Қызметтің жұмыс істеу жүйесі қарапайым. Азамат егов порталы арқылы қызметті қосуға өтініш білдіреді. Бұл өтініш қабылданғаннан кейін азаматтардың несиелік тарихы сақталатын кредиттік бюроларда шектеу қойылады. Ал алаяқтар дербес деректеріңізге қол жеткізіп, банкке ұсыныс тастайды. Алайда банк сіздің несиелік тарихыңызды тексергенде осы шектеуді көріп, бірден несие беруден бас тартады. Бұл қызмет тек қана екінші деңгейлік банктерден және микроқаржы ұйымдарынан несие алу мәселесіне қатысты ғана. Кредиттік тарихты сұрамайтын компанияларға бұл функционалдың қатысы жоқ. Жаңа айтып отқан қызметті азаматтарға түсінікті болу үшін іс жүзінде көрсеткім келіп отыр. Ол үшін егов электронды үкімет порталына кіреміз. Электронды порталға кіргеннен кейін азаматтарға бөлігі кеден және салықтар. Осы кеден және салықтардың үстіне басамыз. Кеден және салықтар, экономика және қаржы. Кеден және қаржы, осының ішінде банктік несиелерді, микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту. Осы функционалдың үстіне басамыз. Онлайн сұраудың үстіне басқаннан кейін мына жерде енді байланыс нөмірі шығады. Және мына жерде электронды почта енгізу керек болады. Содан кейін сұранысты жіберу. Сұранысты жіберуді басамыз. ЭЦХ талап